Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақта біз турникті үйренеміз. Турникті қалай істеу керек, және де ол қандай пайдасы бар, және де қандай түрлері бар, бәрін бірден көрсетіп беремін, бөліп көрсетпей. Негізі бастапқы турниктің формасы ол тіке ұстаймыздағыны былай тартамыз. Былай тартуға да болады, жай былай тартуға да болады. Енді турник алдымен ұстап, былай істесек, жалпы арқаға, арқамыз мықты болады, қолдарымыз да мықты болады негізі, бірақ жалпы турник арқаны жақсы формада ұстау үшін, арқамыз мықты болу үшін орындалатын тапсырмалардың бірі болып саналады. Ал турникті былайынан ұстап, былай тартсақ, уже күшімізге көтеріп отырған сияқты болады, бицепске күшке істеуге болады, бұны бицепске арналады. Былай тартылған турниктің формасы. Ал енді турникті арқаға ұстап, былайынан да желкеге де істеуге болады. Ол да жақсы арқаға арналған тапсырма. Енді айырмашылығы турникті алдына қойып істейтін болсақ, сіз сәл бүкіріңкі сондай болсаңыз, былай турник енді сіз былайынан өтіп кетпейсіз ғой, дұрыс па? Былайынан өтіп кетпейсіз ғой. Басыңызды бедейсіз, былай ұстайсыз. Сонымен арқаны істеп тегіз ровно болады. Ол үшін 3-4 ай кемінде 3-4 ай осы турниктен бастасаңыздар формаңызды жақсы шығарып аласыздар. Одан кейін штанга, гантель сондайларға бара берсеңіздер болады. Және де желкеге істегенде біреулер алдымен көп шиет біткен сияқты болып сезінуі мүмкін, бүйтіп жүргісі келеді, немесе мына жерлер шығып кетті ма, мына жерлер слабый болып қалды ма, күшейтейін деген сияқты. Әркімде әртүрлі әсер етеді, өздері сезінеді, істеп жүрген адамдар. Риза болатын шығар, біреулерге білмеймін қандай болатынын. Жалпы былай тартсақ, мына жеріміз созылып, мойнымыз ауып кетсе өз созыламыз ғой, былай созыламыз. Сол сияқты рахат сезімдер болуы мүмкін, сондықтан осы жерлер сезімтал болады, осы жерлерге көп әсер етеді. Сондықтан бұл да желкеге тапсырма деп сенуге болады. Ал енді тапсырманы орындауға көшейік. Бірінші қолымды ашпай, тіке ұстап істеп көрсетейін сіздерге. Турникке асыласыздар, міне тіп-тіке тұрасыздар дағыны, тіп-тіке көтересіздер өздеріңізді. Байқасаңыздар, мына қолым алға шығып тұр, мына жанға емес алға шығып тұр. Енді артынан көрсетейін. Тіке көтердік, тіке түстік. 10 реттен 3 бақыл істесек әдемі, арасын 2 минуттан демаламыз. Қолымызды ашып та орындасақ, былайынан істесек, арқалардың кішкентай точкаларына, орталық жақтарына келетін сияқты сезінемін мен, және де лопаталарға баратын сияқты. Ал қолымызды ашып істесек, иықтарда қозғалады, және де арқаның кең бөліктері крыло дейміз ғой, осы крылоға да әсер ететін сияқты. Ал тапсырманы орындайық. Бұл жерде байқайсыздар, абзал емес, қол былай шетке көтеріледі. Тіке ұстаймыз, қолымызды жайып, аяғымызды тіке қоямыз, денемізді тіке қойып, төбеге қарап көтереміз. Демалу формасын айтуға кеттім ғой, демалуда көтеріп жатқан кезде дейміз, түсіп жатқан кезде деп демаламыз. Деп бірінші шығарам. Демалам, шығарам, демалам, шығарам, демалам, хаба. Солай қойып, енді артыма көрсетейін. Опа. Сыртқа, ішке. Сыртқа, ішке. Осындай формада болады. Так, сіздерге бұлай көрсеттім. Желкеге де көрсетіп жіберейін, желкеге алдымен көресіздер ма? Алдымен көрсетейін. Желкеге енді қолды қосып, бұлай ыңғайсыз болады енді.
қолымызды жайып істейміз. Демалу әрқашан дұрыс болу керек. Егер де демалу дұрыс болмаса, бірінші турникіміз былай істеп үйрену керек. Деп біреулер демалып жатады, ол демалу. Тағы күшенген кезде сыртқа деп демалу керек. Ал енді демалудың формаларын айттым ба? Демалайық. Деп демала бересің. Енді былайынан тартып көрсін, иә? Былайынан күшке тартыну. Бұны ашындырып істесек болады, жабындырып істесек болады. Негізі жауып иықпен бірдей созақ әдемі болады. Мына жерде мен иығымның бірдей болатын жер жоқ екен. Бұл жерде сәл іш жақтан бар. Мына жерде темір мен ұстай алмаймын, одан кейін сырттан бар. Сондықтан менікі сәл қосыңқырап кетеді. Сәл ашындырып ұстағым келеді. Барлығын көрсете берейін. Бұл жерде де демалу форманы дұрыстау керек. Енді бицепске турник кетеді. Сыртқа демалып önce, кейін түсіп жатқан кезде ішке тартамыз. Деп түрінде тарта бересіздер. Жалпы көргендеріңіз үшін рахмет. Подписаться етіңіздер, маған тіркеліңіздер, және де комментарий жазып, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Рахмет.